2025 жылдың жаз мезгілінде европалық командалар қайта жаңармақ. Жұлдыздар клуб ауыстырады, күтпеген трансферлер болады, ал футбол әлемі тағы да дүр сілкінеді. Кім қайда бару мүмкін? Қай клуб өз қатарына жаңа ойыншыларды қабылдайды? Осы видеода ең басты және ең ықтимал трансферлер туралы әңгімелейміз. Достар, видео париматчтың қолдауымен дайындалды. Төмендегі сілтеме арқылы телеграм арнасына өтіңіз. Бекітілген пікірде киберспортқа қызығатындар үшін арнайы акция жүріп жатыр. Саудиялық Аль-Наср клубының шабуылшысы Криштиану Роналду мансабын Европада жалғастыру мүмкін. 40 жастағы португалдық сұрмерген бұрынғы командасы Лиссабондық Спортингке оралу нұсқасын қарастырып жүрген көрінеді. Жазда Криштианудың Аль-Насрмен келісім шарт мерзімі аяқталады және ол команданы еркін агент ретінде ауыстыруға құқылы. Спортинг Роналдуны Виктор Гьокерештің орнын алмастырады деп қарастыруда. Осы маусымда Криштиану 39 матч өткізіп 33 мәрте допты қарсылас қақпаға тоғытып үлгерген. 4 рет нәтижелі пас шығарған. Криш бұрынғы клубына қайтып оралса, бұл әдемі әрі тарихи финал бола ма? Пікір жаз. Ал Лиссабондық Спортинг шабуылшысы Виктор Гьокереш жоғарғы сұранысқа ие. 2023 жылдың жазынан Ковентриден Спортингке өткелі 99 матчта 27 нәтижелі пас шығарып, 95 гол соққан. Ол Европаның үздік сұрмергендерінің бірі. Мұндай қарқыны бар ойыншы Арсенал мен Манчестер Юнайтедке ауадай қажет. Дегенмен швед шабуылшысы лондондықтарды таңдайтын сияқты. Жақында қызыл сойқандардың бас бапкері Рубен Амарим Гьокереш МЮ-ге ауысатыны туралы сыбыстарға жауап қайтарған. Оның сөзінше, ол футболшымен сөйлеспеген. Егер шабуылшы командаға тек Чемпиондар лигасы үшін қосылғысы келсе, ондайға жол берілмейді. Бізге белгілі бір турнирлерге қатысу үшін емес, клубтың намысын кез келген жарыстарда қорғағысы келетін ойыншылар керек, депті бапкер. Виктор Гьокерештің құны 75 миллион евроға бағалануда. Талк Спорттың жазуынша, Арсенал швед үшін күресте фаворит қана емес, ал тіпті Викторды сатып алатынына сенімді екен. Спортинг Гьокерешті 58,5 миллион фунтқа жіберуге дайын. Бұл Виктордың келісім шартында көрсетілген талаптарынан бас тартушыға берілетін ақшадан 25 миллион фунтқа аз. Реалдың болашағы осы деп талай айтқан Родриго Гоэс командадан кетуі мүмкін. Кейбір ақпарат құралдарының хабарлауынша, ол өз рөліне риза емес, ал Хави Алонсо жүйесінде оған тұрақты орын жоқ. Анчелоттидің орнын басу мүмкін. Испандық маман шабуылда тек 3 футболшыны қолдануды жоспарлап отыр. Алонсоның пікірінше, өзге жағдайда командада теңдік болмайды. 24 жастағы бразилиялық шабуылшының агенттері қазір Ман Сити, Арсенал, Ливерпуль және ПСЖ басшылығымен келіссөздер жүргізуде. Беделді трансфер-маркет порталы Родригоның құнын 100 миллион евроға бағалап отыр, бірақ Реал жеңілдік жасауға дайын. Журналист Карлос Каприоның сөзінше, Родригоның өнеріне жоғары қызығушылық танытқандардың ішінде Хосеп Гвардиола бар. Өткен жазда Манчестер Сити футболшыны өз қатарына қоспақ болған. Бірақ корольді клуб ағылшындардың ұсынысынан бас тартты. Алайда 2025 жылдың маусым айында барлығы өзгеру мүмкін. Реал егер ұсыныс түссе, оны қабылдауға қажет деп санайды. 100 миллион евро мадридтіктерге мықты қорғаушыны сатып алуға мүмкіндік береді. Жақында ғана Марка газеті бразилиялық шабуылшы Родриго Реалдан кетуге шешім қабылдағаны туралы жазған еді. Дерек көзге белгілі болғандай, жұлдызды форвард Ла Лиганың каталондық Барселонаға қарсы өткен 35-ші тур матчында алаңға шығудан бас тартқан. Родриго Испания кубогының ақтық сынында ауыстырылғанына разы емес, ол басқа командаға кетуге бел буған. Тараптар арасындағы еңбек келісім шартының мерзімі 2028 жылдың маусым айында аяқталады. Родриго ағымдағы маусымда барлық жарыстардағы 50 ресми матчта 13 гол соғып, 10 нәтижелі пас шығарған. Жанкүйерлер оны жібергісі келмейді, бірақ футболда эмоция емес, қабылданған шешімдер рөл ойнайды. Ал Мадридтік Реал жаңа орталық қорғаушыны іздеп жатыр. Бұл туралы журналист Фабрицио Романо мәлімдеді. Оның айтуынша, шорт парақшада 3 ойыншы бар. Дин Хьюйсен, Борнмут, Уильям Салива, Арсенал және Ибрахима Канате, Ливерпуль. Хьюйсеннің өтемақы сомасы 60 миллион евро және ол Реалға ауысуды тағатсыздана күтуде. Саливаның трансфері Мадридтік клубтың болашақтағы арманы, өйткені ол қазіргі таңда тым қымбат дейді дерек көз. Корольді клуб кімді таңдайды, пікір жаз.
Кевин Де Брюйне, Манчестер Сити аңызы, бірақ бұл жазда бельгиялық жартылай қорғаушы Англиямен қош айтысуы мүмкін. Оның өкілі Наполимен келіссөз жүргізіп жатыр. Инсайдер Саша Тавальеридің ақпаратынша Де Брюйнені италиялық клубта өнер көрсетіп жүрген Ромело Лукако мен Сирил Нгонге күтіп тұр. Ал олар оған құрамадағы ойындардан жақсы таныс. Футболшының бұл шешіміне әсер еткен жайт осы болар дейді инсайдер. Естеріңізге сала кетейін, 2021 жылдың 7 сәуірінде Манчестер Сити жартылай қорғаушымен келісім-шарт мерзімін 2025 жылдың жазына дейін ұзартты. Ал өткен айдың басында Де Брюйне осы маусымның аяғында ағылшындық клубтан кететіні туралы хабарлады. 33 жастағы Кевиннің шеберлігі таңдай қақтырады. Манчестер Сити сапында ол 10 жыл ішінде 18 трофейге қол жеткізді. Олардың ішінде 6 титул ағылшын премьер-лигасында, ал біреуі чемпиондар лигасында. Байердің басты жылдызы Германия құрамасының шабуылдаушы жартылай қорғаушысы Флориан Виртц тұманды Альбионға көшіп келуі мүмкін. Пеп Гвардиола оны Манчестер Ситиге алдыру үшін барын салып жатыр. Sky Sports журналистерінің ақпаратынша қалалықтар фармацевтермен Вингердің трансферіне қатысты келіссөздер өткізіп ауызша келісімге келген. Флорианның Байермен келісім шарты 2027 жылдың жазына дейін есептелген. Трансфер бағасы 140 миллион евро. Бундеслиганың ағымдағы маусымында 22 жастағы Вингер 30 матч өткізіп 10 голдың авторы атанды және 12 нәтижелі пас шығарған. Айта кететін жайт, Лондондық Арсенал басшылығының жазғы трансферлік терезеге қанша соманы бөлуге дайын екендігі белгілі болды. Sky Sports'тың хабарлауынша, канонерлердің басты бапкері Микель Артета жаңа ойыншыларға 100 миллион фунт стерлинг немесе 119 миллион евро жұмсай алады екен. Осы ретте дереккөздің ақпараты бойынша футболшылардың мүмкін сатылымынан түскен ақша трансферлік бюджетті кеңейтуі мүмкін. Достар, егер сіз жоспарланып отырған трансферлерден хабардары болғыңыз келсе, төменде видеоның сипаттамасында көрсетілген сілтеме арқылы Спортпульс сайтына өтсеңіз болады. Сондай-ақ онда барлық матчтардың лайв нәтижелерін бақылап алдағы ойындардың күнтізбесін және чемпионаттардың турнирлік кестелерін көруге болады. Футбол әлеміне толық ену мүмкіндігін пайдаланыңыз. Барселона жазғы трансферлік терезеде жаңа қақпашыны қатарға қосуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Diario AS басылымы хабарлады. Ақпаратқа сәйкес, каталондықтардың қақпасын күзететін басты үміткер Эспаньол командасының қақпашысы Жоан Гарсия. Оған басқа да бірнеше клуб қызығушылық танытып отыр. Басылымның жазуынша жаңа қақпашы іздеу шешімі Тер Штегеннің соңғы жылдардағы сенімсіз ойынымен байланысты. Бұған дейін 33 жастағы неміс қақпашыға қатысты клуб ішінде күмән туындағаны туралы ақпарат тараған болатын. Соңғы ойындарда Барселона Марк-Андре Тер Штегеннің бірінші нөмірлі қақпашы болуға лайықты екеніне күмәндана бастады. Diario AS ақпараты бойынша, клуб шешіміне қақпашының жиі жарақат алуы және жарақаттан кейінгі сенімсіз ойына әсер еткен. Ағымдағы маусымда Тер Штеген барлық турнирлерде 8 матчқа қатысып 8 гол жіберіп алды, тек бір ойында ғана қақпасын аман сақтап қалды. Қазіргі келісім шарты 2028 жылдың жазына дейін жарамды. Трансфер-маркет сарапшылары оның нарықтық құнын 15 миллион евроға бағалап отыр. Ал 24 жастағы Жоан Гарсия Испания чемпионатында 35 матч өткізіп 47 гол жіберіп алды және 7 ойында қақпасын голдан қорғап қалды. Байер қорғаушысы Джонатан Таның болашағына қатысты жаңа мәліметтер пайда болды. Журналист Флориан Плеттенбергтің хабарлауынша, Баварияның Таға деген қызығушылығы 2 апта бұрын қайта оянған. Себебі оның Барселонаға ауысуы екіталай. Ақпарат көзінің айтуынша, футболшы өкілдерімен барлық қаржылық шарттар келісілген, енді Мюнхендік клуб қорғаушының соңғы шешімін күтуде. Клуб ішіндегі пікірге сүйенсек, оң жауап алу ықтималдығы жоғары. Ағымдағы маусымда 29 жастағы Та барлық турнирлерде 48 матч өткізіп 4 гол соқты. Бір нәтижелі пас берді. Манчестер Юнайтед үшін ағымдағы АПЛ маусымы сәтсіз өтуде. Сондықтан команда ойынын күшейтетіні жаңа футболшылармен толықпақ. Олардың бірі Вулверхэмптон шабуылшысы Матеус Кунья жақын уақытта қатарға қосылуы мүмкін. Бұл туралы журналист Валентин Фурлан хабарлайды. Дереккөздің ақпаратына сәйкес 26 жастағы бразилиялық шабуылшы үшін қызыл сойқандар 80 миллион евро төлеуге дайын. 74 миллионы негізгі сома, ал 6 миллионы бонус ретінде. Кунья бұл маусымда барлық турнирлерде 34 ойынға қатысып 17 гол соқты және 6 нәтижелі пас берді. Қазір келісім шарты 2029 жылға дейін жарамды. Сарапшылар оның құнын 55 миллион евроға бағалап отыр.
Испанияның Ла Лигасында өнер көрсететін Билбаоның Атлетик клубының жартылай қорғаушысы Ойян Сансет Англияға көшуі мүмкін. Бұл туралы футбол трансферс хабарлайды. Ақпаратқа сәйкес 25 жастағы ойыншыға Манчестер Юнайтед басшылығы қызығушылық танытып отыр. Олар Сансетті саудиялық клубтар көз тігіп отырған Бруно Фернандештің орнына қарастыруда. Ойянды Олд Траффордқа шақыру идеясын команда бас бапкері Рубен Амарин көтерген. Сансеттің нарықтық құны 60 миллион евро, ал клубпен келісім шарты 2032 жылдың жазына дейін жарамды. Сондай-ақ Манчестер Юнайтед қазіргі таңда Ипсвич сапында өнер көрсетіп жүрген 22 жастағы шабуылшы Лиам Делапқа қызығып отыр. Бұл туралы Sky Sports хабарлайды. Ақпарат көзінің мәліметінше ойыншының өзі де Олд Траффордқа ауысуға дайын. Оның нарықтық құны 35 миллион евроға бағаланған. Осы маусымда Делап Ипсвич сапында 38 матч өткізіп 12 гол соқты және 2 нәтижелі пас берді. Осы ойыншылар МЮ сапына қосылса, команда үлкен жетістіктерге жете ала ма, әлде сәтсіздікке ұшырай ма? Пікір жаз. Осы жазда жұлдыздар ауысады, клубтар жаңарады. Бұл трансфер терезесі өзгелерден ерекше болуы мүмкін. Ал сен кімнің ауысқанын қалайсың? Бейне ұнаса лайк басып арнаға жазылуды ұмытпа. Келесі видеода кездескенше.